Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бұл QFS мектебінің кезекті прямой концерті, тікелей концерті. Менің есімім Бектасов Мансұр. Ал ең бірінші бастайтын күйім ол Дәулеткерей атамыздың күйі көроғлы. Жалпы мен Дәулеткерей атамыздың 3 күйін кезекпен орындайтын боламын. Ал осы көроғлы деген күй ол түркмен сарындарынан шыққан деседі. Ал осы сарындарынан шыққан Дәулеткерейдің күйі көроғлы. Ал қабыл алыңыздар Дәулеткерейдің күйі көроғлы. Бұл тыңдағандарыңыз Дәулеткерейдің күйі көроғлы. Ал келесі тартатын күйім Дәулеткерей атамыздың күйі қосалқа. Дәулеткерей атамыз өте бай кісі болған, өте құрметті кісі болған, оның беделі болған, оны көп той жиындарға шақыратын, алқалы жиындарға шақыратын. Сондықтан Дәулеткерей атамыз батыста өте әйгілі күйші болған. Бір кезде Дәулеткерей атамыз бір тойға барады. Бір өте әдемі қыздың келбетін көріп, оның сұлу жүрісіне, кербездігіне арнап қос алқа атты күйді шығарды. Ал қабыл алыңыздар Дәулеткерейдің күйі қос алқа.
келесі тыңдайтын күйлеріміз ол Дәулеткерей атамыздың күйі Охота. Дәулеткерей атамыз бай болған соң, ода қалай айтса болады, ол өте көп аңшылыққа шығатын, байдың өмірі қызыққа толы болған. Сөйтіп Дәулеткерей атамыз аңшылыққа арнап күй шығарды. Сөйтіп Охота деген күйді шығарды. Енді келесі тыңдайтын күйлеріміз ол Дәулеткерейдің күйлері уже біз тартып болдық. Енді шертпе күйді тартайық. Шертпе күйшілік ол мектептерге бөлінеді. Сүгір атамыз ол шертпе күйшіліктің Қаратау өңірінің стилінде ойнайды. Сол атамыз, Сүгір атамыз ол бала шағын, бала кезін сол Қаратауда өткізген. Сол Қаратауға арнап Қаратау шертпесі атты күй шығарды. Қабыл алыңыздар, Қаратау шертпесі.
келесі тыңдайтындарыңыз ол Дина апамыздың күйі Науаи. Дина апамыз басқа ұлттармен өте жақсы араласатын, өйткені олардың аспаптарын, осы әуендерін, әртүрлі халықтардың солардың әуендерін өте жақсы домбырада орындап бере алатын. Сол кезде бір кезде Дина Нұрпейісова орыстардың частушкасымен теріс бұрауда осындай әдемі Науаи атты күйді ойлап тапты, шығарды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі тартатын күйіміз ол Құрманғазы атамыздың күйі Балбырау. Міне, Балбырау деген күй. Міне, Балбырауынан бұрын міне Соқырешжан деген өте әдемі күй бар. Ол кімге арналған? Соқырешжан деген жігіт болды, бірақ оның аты, шын аты Есжан болған. Бір кезде ол Ақбикеш деген қызға ғашық болады. Сол кезде оның ағалары біліп, сен Есжан қырындап жүр екенсің ғой Ақбикешке деп. Сөйтіп екеуін алып
арбаға байлап сабапты. Сол Есжан шешіп қашып кетейін деген кезде, басын көтерген кезде, сол ұшы қамшының Есжанның көзіне тиіп кетеді. Содан бастап ол Соқыр Есжан атанды. Сосын ол өзінің байына келіп, осы оның қолында істеп жүрген байына и сұрақты содан: байке, маған ақшамды қайтарсаңыз, берсеңіз, мен жұмыс істедім ғой десе, ал бай айтып оған: бүгін менің көңілім жоқ, бүгін мен саған бере алмаймын деді. Есжан оған өте қатты жынданып, оған әділетсіздік ұнамады Есжанға. Сол үшін ол бір жылқысын ұрлап әкетті да шауып кетті. Сол кезде патша жендеттері оны ұстап алып Итшекенге апарды. Итшекен деген ол қалай айтса болады сізге, ол жақта Сибир. Сибирде атпен жүре алмайды, сол үшін ит шегеді шанаға. Сол үшін оны Итшекен дейді. Сол кезде Итшекенде Есжан осындай Соқыр Есжан деген күйді шығарады. Мен осындай қиындыққа тап болсам да, бірақ мен ешқашан мойымаймын деп Соқыр Есжан атты күйді шығарады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі күйіміз ол кезектегі Құрманғазы атамыздың күйі Балбырауын. Құрманғазы атамыздың шабыт ашылған кезде ол құлағы, осы домбыраның құлағы балдай деп Балбырауын деген сияқты күй шығарды. Ондай күйлер Тәттімбетте де бар, тағы басқа да күйшілерде де бар. Ал орындайтын Балбырауын Құрманғазының күйі.
Құрманғазы атамыздың күйі Ақсақ киік. Құрманғазы атамыз кезінде аңшылыққа шыққан еді. Достарымен шабыт ашылып, аң аулаймыз деп. Сол кезде алыстан бір киікті көреді, мылтықпен атып жіберді. Сосын мылтықтың буы үстіне кетіп қалған кезде ол киікті көреді. Ол жаралы, қашып бара жатыр. Қорқып қашып бара жатыр. Өз өмірі үшін, өмірін сақтау үшін қашып бара жатқан. Сосын ол оған қарап Құрманғазы оған өзі есіне түседі. Өйткені ол да сол киік сияқты қанша қорлық көрді, қанша жамандық көрді, сатқындық көрді. Өлім мен өмір аузында қанша рет болған есіне түсті. Осы халықтың осы көңіл күйі, соның барлығын осы Ақсақ киік деген күйде жиналған. Ал қабыл алыңыздар, Құрманғазының күйі Ақсақ киік. Келесі тыңдайтын күйлеріңіз Құрманғазы атамыздың күйі Адай. Адай руын білмейтін адам жоқ шығар осы қазақ елінде. Әйгілі ру. Осы күй шығу тарихы былай болған. Кезінде Құрманғазы байдан бір құлынды алады. Сол құлын асыл тұқымды айғырға айналады. Өсе келе. Сол кезде оның тұлпары бәйгілерден жеңе береді. Бай қызғана бастады. Өзі берген құлын сондай мықты құлын болып шықты. Сол кезде бай қайтсем де одан сол жылқыны тартып алу керек дейді. Бай оған жала жабады. Мынау Құрманғазы менен бұл тұлпарды тартып алды. Ал енді оны түрмеге қамап, жылқысын маған беру керек дейді. Сөйтіп Құрманғазы түрмеге түседі. Бір күзетшіні көріп, сонымен көп сырласатын болды бірге. Сол кезде Құрманғазы атамызға ол бүйтіп айтыпты: мен қазір есікті ашып кетем, сені көрмегендей болам, сен шығып кетіп, қашып кет депті. Сөйтіп Құрманғазы қашып кетеді. Келе жатып бір ауылды көреді, у-шу болып жатыр. Сол кезде қараса ол Адай руының жігіттері екен. Олардың қыстауын басқа патша үкіметінің өкілдері тартып алыпты. Сол кезде
олар айтыпты, бұл біздің ата-бабамыздың жері. Енді біздің ата-бабамыз қанша қан төкті сол жер үшін. Енді біз сонда біздің ұрпағымызға сол жерді жеткізе алмаймыз ба деп, олар шабуыл жасайын деді патша үкіметіне, сол жердегі адамдарға. Сосын жазалаушы отряд келді. Сол кезде олар үлкен қан төгіс соғыс болды. Сол кезде Адай руының жігіттері өз ерлігін көрсетті. Сөйтіп Құрманғазы атамыз Адай атты күйді шығарды. Келесі тартатын күйіміз ол Нұрғиса Тілендиев атамыздың күйі жекпе-жек. Нұрғиса Тілендиев атамыз өте көп фильмдерге музыка жазған. Сөйтіп ол Қыз жібек деген фильмді көрсеңіздер, Бекежан мен Төлегеннің қақтығысында Шегебай жекпе-жек атты күйді ойнайды. Оны шығарған Нұрғиса Тілендиев атамыз сол фильмға қолданған. Сөйтіп, міне күйдің аты жекпе-жек, Нұрғиса Тілендиев атамыздың күйі. Енді осы эфиріміздің соңында
Нұрғиса Тілендиев атамыздың күйі Алқисаны ойнап берейін сіздерге. Алқиса деген күй өзі мағынасы ол күйдің Алқиса деген ол бастама. Әрбір заттың бастамасы болады. Сөйтіп Нұрғиса атамыз ең басында домбыраны қолға алған кезде осы Алқиса күйін ойнайтын. Өйткені Алқиса ойнаған кезде ол өзіне ұнайтын күй, қолы жүретін дейді. Ал осындай күйлер көп күйшілерде болған. Мысалға күй басы, күй бастау, күй шығарғыш деген сияқты күйлер болған. Бұл Нұрғиса Тілендиевтің атамыздың күйі Алқиса. Қабыл алыңыздар. Ал осы тікелей эфиріміз соңына келді. Менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Аман сау болып, еліміз тыныштықта болсын. Әрқашан осындай күйдің дауысын, қоңыр үнін естіп жүріңіздер. Аман сау болыңыздар. Қош.